келдіңіздер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Меруерт болады. Егер де мен каналыма алғаш рет келіп жатқан болсаңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл канал көбінесе жасанды интеллектке негізделеді. Сонымен қатар әртүрлі идеяларды да алуға болады. Алдағы уақытта өте көптеген видеолар үнемі салынып отырады. Сол үшін тіркелеміз. Енді бүгін мен сіздерге осындай жасанды интеллект арқылы қалай сәйкестендіру тапсырмасын 5 минутта жасауға болады, құрастыруға болады, соны көрсететін боламын. Яғни мен көптеген идеяларды алдағы уақытта түсіре беремін, сол үшін үзбей көрсеңіздер. Ол үшін онлайн кітабым бар. Онлайн кітапты қайдан табам десеңіздер, оқулық.com. Бұл менде мектеп баспасының кітабы, мен мына Атамұраныкі алайын. Енді кез келген бір тақырыпқа, мысалы сабақты бекіту тапсырмасы ретінде қолдануға болатын сәйкестендіру тапсырмасын орындайық, жасап көрейік. Енді мен қазір бір тақырыпты таңдайын. Мынау ағаштың сабағының ішкі құрылысы деген тақырыпты таңдайын. Осы тақырыпты қазір скриндаймын. Сіздерге даусым бәрі анық естіліп тұрған шығар деп ойлаймын. Осылай 3 бетті скриндап алдым. Енді Gemini'ді ашамыз, кәдімгі Gemini или Gemini, әркім әртүрлі айтады. Осы жерде Canvas дегенді басам. Міне, Canvas. Енді жаңағы скриндаған 3 бетімді жіберем. Енді әрине сіздер сұрақты өздеріңіз құрастырсаңыздар да болады, бірақ мен сұрақты осылай өте жылдам құрастырудың жолын көрсетіп жатырмын. Маған осы тақырыпты оқушыларға түсіндіріп болған соң бекіту тапсырмасы ретінде сәйкестендіру тапсырмасын дайындап бер. Ол жерде мысалы 12 дизайны, 12 сұрақ болсын. Бұл тапсырманы оқушылар кезек-кезек шығып, қолмен сұрақ пен тапсырма арасында сызықша жүргізу арқылы табатын болады. Сосын соңында егер барлығын дұрыс орындап, сосын соңында тексеру шығады. Бәрі дұрыс болса, жарайсыздар деген сөз бір шарлар сияқты шықсын. Осыны кодымен жасап бер деп жібере салайын. Сіздерге өте оңай үйретіп жатырмын. Бүгін біз сәйкестендіру тапсырмасын жасаймыз. Келесі сабақтарда мен басқа да тапсырмаларды жасаудың жолын көрсететін боламын. Canvas дегеніміз міне үстіп бөлек, мені қазір сіздерге көрсетейін. Міне осылай шығады. Міне Canvas деген.
Үстіп ашу дейсіздер, и мына жерде үстіп шығады. Мына жерде менде код жазылып жатыр. Яғни бұл вайп кодинг арқылы жазылып жатыр. Міне ішінде тапсырмаларын өзі құрастырған. Егер тапсырмаларды өзім құрастырам деп, мына жерге құраған тапсырмаларды өзіңіз жазып, осыны сәйкестендіру ретінде жасап бер десеңіз болады. Мына жерде менде алғы нұсқа дегенде қазір түрі қалай шығады. Міне былай жасап берген. Мына жерде жүктеп алу деген сөз бар. Осыны жүктеп алуды басасыздар. И сол жерден ашасыздар. Міне нұсқаулық сол жақтағы терминге басып, оң жаққа анықтаманы таңдаңыз, 2 нүктені созып жалғаңыз. Барлық 12 сұрақ сәйкестендіру дейді. Міне үстіп шығарып берген екен. Біреуін бүйтіп белгілеп көре салайын, қалай дейді? Сол жақтағы сол жақтағы терминге басып, оң жақтағы нүктені созып мынау менде істемей жатыр. Қазір мен былай жазам. Сол жақтағы терминге басып, оң жақтағы анықтамаға қарай нүктені қоссам істемей тұр. Осыны жөндеп бер деп жазып жіберем. Істемей тұр, бүйтіп істемей тұр. Бүйтіп просто баса салады екенсің ғой. Болды, істеп тұр екен. Бүйтіп баса салады екенбіз ғой. Міне үстіп істеп беріпті. Мен просто оқымай істей салып жатырмын. Осылай істеп береді екенбіз. Тексеру, әлі бір сұрақ қалды дейді. Қай сұрақ қалды? Міне 0-де 12 сұрақтың бәрі қате дейді. Қып-қызыл. Міне осылай шықты. Мына жаңадан жасағаным қалай шықты екен? Мына былай шығарып беріпті, міне бүйтіп. Көрдіңіздер ма? Кішкене өзгерткен екен. Болды, міне өстіп тақтаға шығарып қойасыздар, оқушылар шығады, өстіп белгілейді. Дұрыс шықса, бәрі жарайсыздар деп шығады. Болды. Мінекей бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өздеріңіздер жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.